Елімайдың басты жанкерінің көңіл-күйі тамаша. Армысыздар, құрметті футбол жанкерлері. 9-шы тур ойындар біздің семейлік Елімай былтырғы ел чемпиондары Азулы Қайрат командасын қабылдаған болатын. Өткен жексенбіде шынымен де Семейде үлкен футболдың матчы өтті. Әдеттегідей Спартак стадионға жиналған жанкерлер ене шаншар орын жоқ, 8.000-нан аса жанкерлер жиналды деген мәлімет бар. Жергілікті жалпы бақ өкілдері ортамызда болды. Сіздердің назарларыңыздарға Серікжан Мужиков негізгі капитан болып ойынды бастап шығу керек болатын. Бапкердің нұсқауымен осы екінші таймда бірақ шықты. Капитандық рөлді осы Никита Карзунға тапсырды. Никита Карзун былтырдан бері Елімайдың намысын қорғап жүр. Және де тағы бір айта кететін бір мәселе, Қайратта жүрген жас жұлдызымыз Дастан Сәтбаев. Бұл енді елдің мақтанышы, Челсиға ауысады деген үлкен үміт бар. Енді сол Дастан Сәтбаевты көруге де жиналған жас жанкүйерлеріміз де жетерлік. Назарларыңыздағы осы Андрей Карповичті көріп тұрмыз, Елімайдың бас бапкері Рафаэл Оразбахтин. Қол алысты. Енді Карповичқа артылар сын көп болатын. Жүкте ауыр болатын шыны керек. Соны түзеу керек болды. Өзінің бар білгенін, біліктілігін осы ойында салу керек болды. Әйтпесе, біраз сынның астында қалған рас. Жергілікті жанкүйерлердің міне көріп атомный сектордың жігіттеріне алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Командамен бірге қатар табылады. Ал енді ойын барысы жалпы бір команда басым болды, бір команда төмен болды деу қиын. Алма кезек шабуылда болды. Енді бұл жерде біздің командадан ерекше атай кеткенді жөн санап отырмын. Себебі Роман Тугарев бастаған жігіттер мына сол қапталдан, оң қапталдан жалпы шабуылдауға тырысып жүрді. Тіпті Дастан Сәтбаев болсын, Жоржино болсын, сондай мықты кілең жиылған Қайрат ойыншыларына допты тепкізбей біздің қорғаушылар жаластан бастаған Одебио сынды қорғаушылар білікті қорғана білді. Тіпті аяқтарынан допты жұлып алып отырды. Ортадағы Төлебай да мықты ойнады деуге болады. Жартылай қорғаушы шебінде жүрді көбінесе. Заря, білесіздер, Қайраттың капитаны, Грузия ұлттық құрамасында ойын өткізіп үлгерген ойыншы. Ол негізі мықты ойыншылардың қатарында. Және Муличке де мына жерде үлкен бір мүмкіндік берілген болатын. Бірақ Муличтің денесі де айтарлықтай бар. Тырс бақты, енді ойын көрсетті. Бірақ біздің қорғаушылар да міне сауатты қорғана білді. Тугарев осы қорғаушыларға көмектесіп жүрді. Осы ойында да себебі шеберлік бар ғой енді. Тіпті тәжірибе де бар. Сонымен ойынды қалай айтса болады. Қос командаға да мүмкіндік берілді жалпы. Көп болды мүмкіндіктер. Енді бір айтарлықтай болмаса да жалпы болды деуге болады. Оң қапталдан Плаккадоппенен кімге қайта Тугарев қойды шамасы. Тугарев бірақ биік тепті осы жерде. Бұл әдемі мүмкіндіктердің бірі болатын. Бұл жерде Муличке берілген сияқты тағы да доп. Осылай ойын жалғасты. Солайша бірінші таймды да аяқтадық. 0-0 есебімен жанкүйерлерге де біздің ризашылығымыз мол. Себебі жан-жақтан әрбір шабуылға Елімайдың әрбір тиянақты ойынына осындай міне Төлебайды көрдіңіздер ме, міне әдемі сауатты қорғана білді. Осындай ойынның көріністеріне қол шапалақтап, улап шулап отырды былайша айтқанда. Көрдіңіздер ме, қайта-қайта Роман Тугарев Ростовтан алдырған ойыншы, ол ресейлік ойыншы, тәжірибесі мол. Қапталдан болсын, ортадан болсын шабуылдауға тырысып жүрген ойыншы, көзге көп түсті деуге болады. Рома. Жауынның астындамыз, бірақ бізге жауын бөгет емес. Ал енді құрметті достарым, гуілдеген жанкүйерлердің дауысымен бүгінгі Елімайды өзіміздің командамыз кішкене жігерленіп гол салама деген үміттеміз. Енді ойынның 65-ші минуты кетіп жатыр. Бұйырса бір шамамен 80-ші минуттарда гол күтеміз. Елімай алға.
Жанкүйерлердің сүйіктісіне айналып кеткен Жанали Пайруз да гол салғысы келді, бірақ дегенмен командаластарына үлкен көмегін тигізді. Қандай тамаша ойын. Роман Мұртазаевты алаңға шыға сала ұрысқа кірісті. Тіпті бір гол соғатын бір соққы жасап, бір мүмкіндігі болды былайша айтқанда. Сонымен 89 минутта Иван Свиридов Қайрат қорғаушылардың қателігінен гол салып, міне жанкүйерлердің төбесі көкке бір елі жетпей қалды. Қуаныштарында шек жоқ. Тіпті жанкүйер болсын, біз болсын, барлығымыз бірдей қуандық, қуана білдік былайша айтқанда. Елімай жеңіске жетті. Есеп 1-0. Міне жеңіс. Ашулар ене. Оңай емес. Жігіттер ерледі. Енді ойын қиын болды. Аллаға шүкір, Аллахтың қалауымен жеңіске жеттік. Енді бізде бұл футбол жеңілісте болады. Міне біз анау алдағы 3 ойынның қайтардық деп ойлаймын, есесін. Біз бұдан тоқтамаймыз. Бізде алда қойған мақсатымыз бар. Алла қаласа соған жетуге тырысамыз. Жанкүйерлерге Абай облысына үлкен рахмет осындай қолдау көрсеткендеріне. Аллаға шүкір, жеңіс құтты болсын Абай елі. Өте жақсы ойын болды. Әрине, бізде мысалы жақсы команда, бізде де мысалы. Аллаға шүкір осындай результат көрсеткенімізге қуаныштымыз. Міне, бүгінгі ойынымызды өпсі гол. Нам повезло, мы выиграли. Спасибо, болельщик. Міне командада атмосфера осы. Рома! Болельщикам спасибо за поддержку. Мы стараемся. Да, были неудачные игры, но ничего страшного. Я думаю, мы из этого извлекли что-то. Будем стараться дальше выигрывать. Проигрывать никто никогда не хочет. Я думаю, все получится у нас. Просто так бывает, что иногда проигрываем, иногда выигрываем. Но будем стараться. Давай, брат. Барша семейліктерді осы маңызды жеңіспен құттықтаймын. Қолдауларыңыз үшін көп рахмет. Сіздер Эмоцияға берілді ғой. Иә. Соңғы ойындардан кейін өте ұят болды семейліктерден. Поэтому осы ойынға жақсы настроймен шығып, боевой настроймен жеңіс үшін барлығын бердік. Спасибо. Это был наш золотой гол. Да. Вся команда старалась, но так получилось, что меня вознаградили, но я тем самым вознаградил всю команду, весь город и всю Абайскую область. С победой всех! Спасибо. Құтты болсын, жеңіс құтты болсын. Бәріне көрсеттік. Бұл қандай екен елімай. Міне бізді кішкентай жанкүйерлер. Не айтасыздар? Қалай болды? Ойын қалай болды? Өте жақсы болды. Қаншама үш ойын отырдық сол кезде сенбей. Ондай болған жоқ па? До конца Елімай болеть етеміз. Да, конечно. Осы матчта осы Елімайға сендік. Елімай бізде судья неше рет пенальти таза гол кезіп түк қоймайды ғой. Әрқашан жеңілсе де, әрқашан жанда болады. Әдемі болды. Давай. Көрдіңіздер ғой. Жеңіс болса әрдайым қуаныш. Міне қалай матч бітті. Солай бізде жаңбыр басталды. Біздің жанкүйерлер жаңбырға қарамай эмоционалды бір керемет матчтың куәсі болдық деп ойлаймын. Елімай жанкүйерімін. Сіз неше жыл жанкүйерсіз осы Елімай? 96-тан. 96-тан бері 30 жылдай уақыт болды. Қалай жалпы осы 2-3 рет ұтылдық, жанкүйерлер жартысы теріс қарекеті жалдады. Негізі түбінде аяғындайын қолдауымыз керек. Бүгін керемет матч болды. Біз көш басындағы Қайратпен, чемпион Қайратпен кездестік. Және де өзіміз
өз ойынымыз бар осындай 90 минуттарда гол соғатындай. Алға елімай! Алға елімай! Сол өте қуаныштымыз. Қуанышымыз ішке сыймай тұр. Керемет ойын болды. Енді алдағы ойындарда осылай сәтті, нәтижелі болады деп сенеміз. Алға елімай. Астанамен Сенеміз. Жақсы. Поздравить с победой, очень важно.